Мен мына пойызды сатып алдым, және ол мына үлкен шұңқырға бар жылдамдықпен кетіп барады. Біз көп көліктерді жарамыз, тонна жарылғыштарды жарамыз. Сіздерге таңқаларлық эксперименттерді көрсету үшін біз ең жылдам 10 реактивті қозғалтқышты көлікке орнатамыз. Ал бірінші біз үйді мыңдаған от шашумен толтырумен бастаймыз. Үйлеріңізді қайталап көрмеңіздер. Бұл экспериментте жігіттер өздерінің манекендерін тығып қояды. Сосын кімдікі тырқалатын тексеру үшін. Су отқа қарсы, менікі тырқалады. Менікі тоңазытқышта. Қанекей кіріндер, үйді тез жарайық. Абай болыңдар. Мына батырмаға байқамай тиіп кетсе, жарылады. Құдайым-ай. Тоқта, манекендерің қайда? Ваннада, тоңазытқышта, кір жуғышын Тарик, есік алдында. Ол сонда отыр. Бұл сіздердің көрген ең мықты көрініс болады. 5, 4, 3, 2, 1. Қазір жарылады. Үйге не болды? Одан түкте қалмады. Шошып кеттім. Құдайым-ау. Біздің манекендер тірі қалады деп ойламаймын. Үйден күлі қалғанша түні бойы жанды. Манекендермен қоса, келесі эксперимент. Біз шынымен де шынайы танкпен мына 2 мектеп автобусымен арқан тартыстырамыз. Жеңілген құзға құлайды. Танк еш қалай ұтылмайды. Біз ұтылып тұрып қой, ұтылмаймыз. Әрине олардың ішінде жүргізушілер жоқ, өйткені олар құзға құлап қаза табады. Сондықтан барлығы пульт арқылы басқарылады. Бұл қандай да бір түрлі. 3, 2, 1, кеттік ал! Алға! Мен газды барынша бастым. Сендер біттіңдер. Жоқ, біз ұтылып қалдық. Автобустардың шаруасы бітті. О, Құдайым! Олар қазір құлайды. Сіздер автобустың сигналын естіп тұрсыздар? Қоңыраулар жұмыс істеп кетті. Біз құздың астына түсіп, автобустың жағдайын білейін деп жатыр. Құдайым жоқ. Астыға қарауға болмайды, бұл қорқынышты. Қимылдап тұрған жоқпын. Біз түстік. Құдайым. Мынаны қара. Неге автобус танкті жиналам деп ойлады? Олай ойламадым да. Сосын бұл видеода пойыз бар жылдамдықпен осы құзға құлайды. Бұны жасамас бұрын мына $50,000, мыңдаған футтық жарылғыштармен жабылған. Ал бұл Уилл. Қалайсыңдар, Джеги? Ана жәшікті көріп тұрсың ба? Сайтан алғыр. Бұл мұндағы ақшаны қоршап тұрған жарылғыштардың 1%. Мұнда қауіпті емес пе? Бәрі жақсы. Мына менің карточкам. Мына $50,000 қорғау үшін қалаған заттарды сатып ал. Қорғаныс үшін қалаған материалды қолдан. Ағаштар, кірпіштер, тіпті темір. Жарылыстан соң сен мұнда неше ақша қорғай аласың, сонша ақша ала аласың. Құрылыста жолың болсын. Керемет, $50,000 сақтап қаламын. Ода мүмкіндік бар деп ойламаймын. Бірінші Уилл 12 өндірістік контейнер сатып алды. Сосын оларды 9 тонна сумен толтырды. Бұларды Джиммидің жарылғыштары тоқтатпай ма деп қорқам. Дұрыс ойлайды, өйткені жарылғыштарды тоқтату үшін бұл мүлдем жарамайды. Ал біз келесі экспериментке дайындалдық. Алдыңғы видеода біз көлікке реактивті қозғалтқыш орнатқанбыз, және ол 8 автобусты секіріп өтті. Ал енді біз 10 реактивті қозғалтқыш орнаттық. Көрегенді ол 10 есе қаттырақ секірем екен. Ол осы жерден ұшқанда автобустарын асып орманға дейін жететін шығар деп ойлаймын. Ал мен ойымша ол бірінші автобуста қадалады. Ойларымыз қатталыс. Қазір бұл көлікке қосылып тұр. Сондықтан көлік не көрсе, соны көреміз. Крис! Бізге кету керек пе? Реактивті қозғалтқышты іске қосамыз. Окей, 3, 2, 1. Реактивті қозғалтқышты іске қосыңдар. Ол бізге келе жатыр. Мен сигнал жоғалтып болдым. Бізге кету керек пе? Жоқ, мен оны дұрыстадым. О, Құдайым-ау! Сайтан алғыр! Ой, тоқта, біз рампаны құрттық. Менің ойымша бұл жетсе. Өлі көп оңай 12 автобусты секіріп өтті, бірақ жолдың быт-жытын шығарды. Маған бұл қозғалтқыш блогының осылай жатқаны ұнайды. Одан түтін шығып тұр. Май ағып тұр. Түтін шықты. Енді біз тағы да үлкен құзға келдік. Егер адам осы құзға мыңдаған шариктерге секірсе, тірі қала ма? Білсем ғой. Нолан, ұста. Нені ұстауым керек? Сау бол.
Сен тіпті жақын түспедің. Қуанышқа орай бізде тағы да манекендер бар. Аман қалар ма екен? Абайла. Түсті. Ей, Джимми, егер көлік тастасақ не болады екен? Мен ойымша сіздер білетін шығарсыздар не болатын. Жұмыс істейді. Қане! Әрине манекендер тірі қалмады. Арқара кеттік. Сол уақытта Уилл бар күшімен $50,000 дамын алып қалғысы келді. Шыны керек, ол бұған мен ойлағаннан әлде қайта қаттырақ мән берген секілді. Мен соңғы 4 күн бойы бірнеше мамандармен шлакблоктан қабырға құрдық. Оны матраспен жауып, тағы бір қабырға құрдық. Жарылғыштар бұны жара алмайды. Сен мен ойлағаннан асып түстің. Мұнау қалай саған? Жарылғыштарды 2 есе етсек, ақшаны 2 есе етем. 100,000 бірақ 2 есе жарылғыштар. Я, бірақ бәрі жарылса ештеңе алмайсың. Келіс. Окей, қолға-қол балақай. Ол әдірсе жұмыс істегенше біз жігіттермен боулингке кеттік. Ал шарлар бізде мына көліктер. Мен жарылыс көруге дайынмын. Страйк жасаймын деп сенемін. Бірінші сәтпен страйк. Ей, ол қисық кетті. Ол біз жаққа келе жатыр. Кету керек. Қаш! Ол андай кетті. Бұрылып бара жатыр. Ол қайтып келе жатыр, бізге келе жатыр. Көліктің жаны бар. Ол қайтып келе жатыр. Екінші дубль. О, бұл мінсіз страйк. Осылай. Көліктерін соғысқан жақсы көрем. Сіздерге қызық болса, бірінші көлік әлі бір орында айналып тұр. Бұл экспериментте біз жігіттермен жаңа мерсті киіп жүрміз. Оларды біздің жаңа Mr. Beast Store сайтынан ала аласыздар. 3, 2, 1. Біз MrBeast.com'нан ұсақ болғандықтан қаштық. Mr. Beast Store'ға көшіп келдік. Біз өліп қала жастадық. Мен сендерге қалай оңай страйк жасауды үйретем. Окей? Жақсы, міне страйк балақай. Domain Store онлайн сатып алу үшін ең ыңғайлы. Бұл әзірше ең жаман лақтыру. Бұл әзірше ең мықты лақтыру. Жынды болды. Егер бір нәрсе сатқыңыз келсе, Domain Store'ды қолдан. Сатып алушылар сіздің сайтыңыз дүкен екенін түсіну үшін. Бұл Карлдың көлігі. Domain Store'дан қарағанда MrBeast.com әлемге ол менің дүкен екенін көрсетеді. MrBeast'ке кіріп, біздің жаңа мерчімізді алуды ұмытпа. Мен Уиллге ақша мен жарылғышты екесе еткендіктен, ол 9 тонна судан 7 қабат қорған құрды. Матраспен, шлагблок қабырғасы, тағы матраспен, тағы шлагблок қабырғасы, тағы 14 тонна сумен, сонымен топырақ қабырғасымен қоршады. Негізімен тағы бір қабат қабырғам бар. Ол жайлы Джимми білмейді. Не? Ей, Джимми! Қалай мен фестивалды жаралам? Осылай жоспарлағам. Жарылғыштардың саны 2 еселенді. Енді Уиллдің мөңкерін сынап көреміз. Мен тағы 1-ден 100-ге дейінгі видеодан 40-ты осыны жару үшін шақырдым. Сен батырмаға жауап бересің. Әзірше ештеңе баспа. Құдайым-ау. Ал қане? Дайын болған кезде батырманы бас. Алаңдап тұрмын. О, құдайым! О, ақшалардың шаруасы бітті. О, құдайым! Ратна, түсінге қара. Мен ішінен көріп тұрған жоқпын, бәрі дұрыс па? Ұқтай тұрыңдар. Аспаннан ақшалар жауып атқан сияқты. Жоқ, 7 күнгі жұмысым зая кетті. Бұны қалай ұмытамын? Ақшаларыма не болды көру керек? Неге жүгіріп жатырмыз? Ол жүгіріп жатқансын мен де жүгірдім. О, құдайым! Мұнда сонша ақша. Біз ақшаны санадық. $95,000 аман қалды. Мен $95,000 жеңіп алдым. $95,000 мен құттықтаймын. Кеттік, пойызды қозға құлатқанымды көресің. Тура түбіне. Ал міне, ұзақ күткен сәт. Пойыз бар жылдамдықпен осы рельс бойымен осы қызға құлайды. Осы пойыз ішінде болсаңдар қайда тығылар едіңдер? Кабинка, статистика бойынша ең қауіпсіз жер. Жақсы, сен қолынан келеді. Ал біз тура алдыңда. Ешқайда қаша алмайсың. Ал фестивальде билет бірінші орында. Басқа шакалат жеуді доғар, фестивал ше. Бұл сәтті біз өмір бойы күттік. Бұл жынды болады. Нолан, пойызды жібер. Пойыз жолда. Ал кеттік ал. Ол бара жатыр. О, құдайым, қазір құлайды.
О, Құдайым-ау. Мынаны қараңдар. Мен өмірдегі ең жын нәрсе болған шығар. Әзілдеп тұрсыздар ма? Мен манекем тырғалмады. Құс пойызге қарсы. Құс жеңді. Видеоны ап деп сенем. Қане, жарыстан аяқтайық.